Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, Дәмтайын каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті рецептімде сізбеден өте жеңіл дайындалатын печенье дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін бақылап, жасау жолын көріп алыңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымыздың ішіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Сосын ол екеуін жақсылап араластырып аламыз да үстінен сүзбемізді және жұмыртқамызды салып, біркелкі масса етіп тағы да осылай вилкамен араластырып аламыз. Сосын бір шай қасық разрыхитель және де еліктен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ. Бірден алып, оқтаймен жайып, формасын келтіріп пісіре береміз. Қамырдың қалыңдығын 1 см етіп, осындай қалыппен бөліп шықсаңыздар болады. Менде осындай домалақ қалып, сіздер қалауыңыз бойынша түрлі қалыптармен бөлсеңіздер болады. Бөлініп алған печеньелерімізді 180 градусқа қызып тұрған пеште 35 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің печеньелеріміз осылай болып пісіп шықты. Жасау жолы өте оңай әрі өте жеңіл. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етіңіздер. Кезекті видеоларым дәл осындай өте жеңіл әрі өте оңай. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін.